Мемлекеттік гранттың енді ғана бөлініп жатқан кесі. Ауылда пәленшенің қызы немесе ұлы грант иегері болыпты дегенді естіп бүкіл ауыл қуанатын еді. Мінеки бүгінде бір ауылдың, бір сыныптың қос қызы, жақын құрбылар екеуі де грант иегері атанып, арман қуып, ауылын қимай, ару қала Алматыға жол тартты. Таныс-тамыры жоқ, ешбір туысы жоқ үлкен қалаға қыздарын жіберіп, әке-шеше, ата-әже жандарын шүберекке түйіп, сары уайымға салынып қалды. Ұлжалғас пен Гүлдана екеуі бала кезден бірге өскен, қылықтары, мінездері бірдей құрбылар. Не істесе де бірге келісіп істейтін жандар. Әке-шеше, туған-туыс бәрі жиналып, бар тыққан сақтаған сүрелгендерін беріп жіберген болатын. Ертерек келіп жатақханаға орналасып, қалталарындағы аздаған ақшаға қаланы қызықтап, көрікті жерлерін тамашалыққа шықты. Әне-міне дегенше оқу жылы басталып кетті. Ауылдан келген аңқау, адал нәзік жанды екеуі ашық-шашық киінген қыздарды көріп ұялыңқырап, өздерінің үстілеріне бір көз жүгіртті. Күн батса қоршаудан аттап шықпайтын, үлкеннің алдын кеспейтін, ары үшін жаны садаға ететін бекем тәрбие алған, ағаның ашуынан, әкенің қаһарынан қорқатын бұл аруларға жеңсіз, қысқа етек киім көздерінен оттай басыла түсті. Көктемгі алау гүлдердей алаулаған қыздардың топ ортасында келе жатқан ақ құба өңді қос бойжеткенге көптің назары ауа түсті. Ұқыпты өрілген шаштары, етегі тауықтан, асар-аспас кең көйлек киюі олардың ауылдық екенін аңғартып тұрғандай. Оларға қарап кейбіреулері табиғи боямасыз жүздеріне тамсанса, біреулер саусағын шошайтып кемсітіп әлек. Жұрттың көз қарасынан аяғына тұсау салынған арғымақтай екеуі қинала әрең қадам басып жатақханаға кіріп кетті. Қасындағы бөлмелес группалас қыз Айдана да қаланың ақ саусақ қыздарының бірі. Ауылдық екі құрбы қыздар алғашында Айданамен онша тіл табыса қоймаған, кейін жақын аралас-құралас болып кетті. Айдана оларды қаланың тіршілігіне бейімдеп, бірте-бірте қыздардың жүріс-тұрыстары өзгеріп сала берді. Етек-жеңдері ақырын-ақырын тізеден асар-аспас болып қысқарды. Заманға еліктеймін деп жаманға еліктеп жүрген олар қайдан білсін? Оқуда озат қыздар сессияда білімнің кәдеге жарамай қаларын, бәрін көк қағаз шешерін білмес еді. Сессияның соңы көк қағазға келіп тірелгенде екеуі де абдырап қалды. Мысық пен тышқан ұқсап мұғалімдердің соңынан қанша жүгірсе де баға қойып берер ойлары жоқ. Олардың көкейін тесіп тұрған көк қағаз екенін білсе де, бұл қыздарды әр қайсысына берер ақшалары жоқ еді. Ауылдағы мал, егін шаруашылығымен айналысатын әке-шешесінің онсыз да жағдайлары мәз емес. Қос құрбы сабақтан соң жұмыс істеп шығып, дәмханаға даяшы болып жұмысқа орналасты. Әйтеуір шапқылап жүріп сессиясын жапса да, күнделікті қалталарына аз-маз ақша түсіп үйренген екеуі жұмыстарын тоқтатпай жалғастыра берді. Артылған ақшаға қыдырып, сырттан тамақтанып, қалалық адамдардай күн кешіп жүрді. Сонда да жұрт оларды ауылдық деп кемсітуді доғарған жоқ. Гүлдана, Ұлжалғас, бүгін кешкісін қыздар клубқа барғалы жатыр. Сендер барасыңдар ма? Жоқ, біз ондай жерге барып көрген адам емеспіз, барғымыз келмейді де. Ой, қойыңдаршы, сендер осылай артқа шегіне берсеңдер, жұрт сендерді мазақ етуді тоқтатпайды. Мен қатты қысыламын. Оның үстіне киетін тәуір киіміміз жоқ. Ол жағынан алаңдамаңдар, мен бере тұрамын. Қос құрбы Айдананың ашық-шашық жартылай жалаңаш киімдерін киіп, Айдана аздап оларды әрлеп сәндеп те берді. Өмірлерінде бетіне бояу тимеген қос құрбы айнаға қарап өз-өздеріне тамсанып, көкіректеріне көздері тоймай мәз-мейрам болып клубқа барды. Ой, бір шекелеріне тер бұрқырап шыққанша билеп шаршап әлі құрып биік өкшек аяқ киімді қолдарына ұстап, сүйретіле жатақханаға әрең жетті. Қалай қыздар, бүгін кеш сендерге ұнады ма? Ой, құрсын, несін айтайын, өмірімде мұндай көңілді күн болмаған шығар. Саған Гүлдана ұнады ма?
Билеп шаршағаным соншама сөйлеуге әлім жоқ. Рахмет саған Айдана, өмірімізге мән кірді. Сендерге бір қызық айтайын ба? Жоғарғы курстың жігіттері сендерден көз ала алмай қалды ғой. Сендерді ауыл байдырып жүрген қыздар қызғаныштан өртенуге шақ қалды. Мұның бәрі сенің арқаңда, саған көп рахмет. Қос құрбы күн өткен сайын көктемгі масатыдай құлпырған гүлдердей жайнап жүздері нұрлана түсті. Лапылдап жанып, лақылдап тасып, жарқылдап күліп, тотыдай таранған күлімкөз ару қыздарды көргенде жігіт атаулының бәрі түгел көздерін ала алмай қалатын. Ешкімнің жігерін жасытпай, көңілін қалдырмай, ешкімнің алдын кес-кестемей, кездескен қиындықты өздері ғана еңсеріп, қателігін өздері ғана түзетіп, кеңдігіне тереңдігі сай болып жүрген ақкөңіл арулардың көре алмас дұшпандарының бұлары ақиқат. Ауызы қисық болса да байдың баласы сөйлесін дейтін заманда өмір сүріп келе жатқандықтан, бұл жағдай Жоғарының студенті, шенеуніктің шіренген, кісімсінген мінезді, бай әкенің дәулетіне шалқыған ерке бойжеткен Анельге оңай қоймады. Жігіт атаулыны артынан күшікше жүгіретін байқанша атанған Анель қос құрбыға шилігіп алды. Өйткені оған назар аударар жігіт жоқ. Кісіге жақсылық жасауға бейім, жапа шексе көбіне адалдықтан, аңқаулықтан жапа шегеді. Жан баласына жамандық тілемейді. Ешкімге залалы жоқ, шуағы мол, еңбекқор, көп оқып, көп тоқитын. Біреулер секілді көкірек керіп, дауыс көтеріп те жатпайтын. Кішіпейіл кілтін тауып сөйлете аласаң, жүректен тербеп сөйлейтін қос құрбының маңына шемге келген құстардай жігіт те қыз да жинала қалады. Бұл көрініс Анельдің одан әрі ашу ызасын күшейте түсті. Жолдан тайғыш әзәзілге бой алдырғыш Анельдің ендігі бар көздегені арамзалық пен алаяқтыққа жүгініп, олардың абыройына нұқсан келтіру болады. Жүректі жібітіп, көңілді иітер жылы сөздің адам атаулының хаммасына ұнайтыны әлімсақтан белгілі. Жылы-жылы сөйлей олардың іші бауырына кіріп, періште құрбының кейпіне енді. Аңғал ақкөңіл басқалармен қарым-қатынас кезінде ізгі ниеттілік, шынайы тілектестік, ілтипаттылық пен жайдары қабақ, жарқын жүзділік танытатын, сұратпай-ақ басқаға көмектесуге әзір тұратын, басқаны көңілдендіруге, шаттандыруға, қиындықтан құтқаруға құмар ақ жүрек қос құрбы Анельді шынайы құрбы ретінде қабылдады. Алайда періште кейпіндегі құрбының ішкі әлемінде шайтанның жасырынып жатқанын олар білген жоқ. Ұлжалғас ана Анельдің бізге жылы қабақ танытқанына қуанып тұрмын. Оның бізбен құрбы болатыны жеті ұйықтасам да түсіме кірген емес. Я, рас айтасың, мен де қуанып тұрмын. Әлгі ертеңгі шақырған қымбат клубқа барамыз ба? Өзі шақырып, ақысын төлеп тұрса, неге бармасқа? Барайық. Дұрыс айтасың, барсақ барайық. Қос құрбы ертеңгі күнді асыға күтіп, тәтті қиялға батып ұйқыға кетті. Себебі Анель оларды өңкей, бай, қуатты адамдар баратын қымбат клубқа шақырған болады. Абай атамыз алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Періштеден садақа кеткір-ай, періште алтынды не қылсын, өзінің көрсе қызар сұмдығын қостағалы айтқаны, деп Айдана секілділерге дәл арнап айтқандай. Даңқ кімнің күліп тұрса басында, сатқындық та бұғып жүрмек қасында демекші. Айдана қос құрбысын аз ғана ақша үшін сатып кетті. Клубқа барар алдында олардың соңына ұйықтататын дәрі қосып берді. Жол бойы қос құрбыны ұйқы қысып, бастарын әрең көтере клубқа жетіп барды. Гүлдана, менің қатты ұйқым келіп тұр, мүмкін кері қайтармыз. Менің де ұйқым келіп тұрғаны, бірақ келіп тұра кері қайтқанымыз шарамас. Анель ренжіп жүр, бір кіріп шығайық. Я, ренжіп қалар, онда аз ғана уақытқа кіректе шығайық. Екеуін Анель бір топ өзі секілді қара басының қамын ойлайтын,
өзімшіл, зұлымдық, қиянатпен болса да мал, мансап, мақтан табуға құмар, өз керегінің түбіне ешқашан жете алмайтын, барды бағалаудан жұрдай ақшаға өмірдегі бәрін сатып алуға болады деп ойлайтын өсімшіл жігіт қыздармен таныстырды. Қыздар, алкогольді ішімдік ішесіңдер ме? Жоқ, біз ондайды аузымызға да алмаймыз. Ей, бағлан, ауылдың қыздары ішуші ме еді? Сен де қызық сұрақ қойдың ғой. Ұйқылы ояу ішпесе де мас адамның күйін кешіп тұрған қос құрбы намысқа тырысып алкогольді ішімдікті ішіп жіберді. Одан әрі не болғаны естерінде мүлдем жоқ. Таңертең екеуі де бүкіл денесі қақсап, бөгде үйде оянғанда екеуі есеңгіреп қалды. Жатын бөлме 2 адамдық төсек. Төсек жанындағы үстел үстінде аздаған ақша және керемет кеш үшін рахмет деп жазылған бір жапырақ қағаз ғана. Екеуі естерінен адасты. Тоқтамай 1 сағат сумен қоса көз жастарына шомылды. Өмір жолында қиындықпен қоса адам деп айтуға ауыз бармайтын адамдары да болатынның тағы бір дәлелі. Шариғаттағы өзіңе қол жұмсаудың үкімі ауыр екенін жақсы білетін қос құрбы бұл жолды таңдай алмады. Қыз баласы үшін ең асыл да қымбат пәктігін кірлету өте ауыр да қиын екенін бүкіл әйелдер жақсы білетіні мәлім. Олардың жан күйзелісін сөзбен жеткізу мүмкін емес тіпті. Әділетсіз қоғам. Не тәйірі жігіт жаса басқан екен, кейін түзеліп кетеді деп сабазыңды кешіре салары сөзсіз. Ал қыз баласын ешқашан кешірмейді. Өмір бойына осы бір күнәһарлықтың ми батпағынан шыға қоюы екіталай емес пе? Я, олардың бұл сәті тозақтық азап істетпес болды. Ағыл-тегіл жылап, күш қайраттарынан айырылған қос құрбы сүйретіле жатақханаға әрең жетті. Айдананың азғындығынан бейхабар қыздар періште кейпіндегі жалған досының етегіне құлай жылап жіберді. Ей, сендерге не болған? Мына түрлерің не? Құрбым, бізді айтуға аузым бармай тұр. Аңғал ақкөңіл қыздар бар болған жағдайды көздерінен жастарын сыға отырып, қорс етіп мұрындарын тартып баяндап берді. Жандарым-ау, нелерің бар еді ішімдік ішіп, көрпелеріңе қарай көрсетсеңдер болмайды ма? Ол ішімдікке бұлай естен тана құлауымыз мүмкін емес бұлар. Айдананың көздері шаранасынан шығып кете жаздады. Онда неге түк сезбедіңдер? Соны өзіміз де түсіне алар емеспіз. Қос құрбының түрлері адам шошырлық. Екі көздері домбығып, көп жылағаннан өңдері қуарып, тірі өліктей отыр. Домбығып ісіп кеткен екі көздерін жұмып, бір сәт әзер ұйықтады. Бойындағы бар күш қайраттарын жинап, сүйемдеп болса да сүйретіліп, оқу ғимаратына қарай жол тартты. Әншейінде оларды көрген бойда қолдарын сермеп, езу тартып алыстан сәлемін жолдайтын құрбы достары олардан теріс айналды. Бір топ нөкерін ертіп алдынан Анель шыға келді. Қыздар, қалайсыңдар? Кешегі түндерің қалай көңілді өтті ме? Не деп тұрсың? Қойшы, білмегендей болмаңдаршы. Сендердің қызғұмар жігіттердің қойында кеткендеріңді бәрі көрді. Не дейсің? Анель, айттым ғой саған, ауылдан келген мұндай салдақылар басқа осылай ақша табады. Я, Анель, біз саған олармен достаспа деп ескерттік емес пе? Қыздар, онсыз да ашудан жарылардай болып тұрмыз, білмей жатып жала жабуды доғарыңдар. Неге шуланасың? Әлде жігіттер аз төледі ме? Доғарыңдар деймін. Доғармасақ қайтесің? Мен саған көрсетемін. Қыздар шаш жұлса төбелесе кетті. Жылап-жылап таусылған алғаш рет ішімдік ішкен қос құрбы әлсізденіп, тобырдың астында аяққа тапталды. Анельдің діттегені де осы болатын. Онсыз да ашулы қыздардың ызасына тиіп, алғашқы болып төбелесті бастауын күткен еді. Көздегеніне жетіп, жөніне кете барды. Әбден күйзеліске түскен қыздардың сабақ үлгерімдері нашарлап,
гранттан құлап, ақылы бөлімге ауыстырылды. Алайда оларда оқу ақысын төлейтін ақша қайдан болсын? Әке-шешене айта алмасы белгілі. Қалай ақталады, не деп түсіндіреді? Жұмыс істеп ақысын төлеуге тырысқан мен шамалары жетпеді. Оқудан біржола шығарылып, жатақханадан қуылып далада қалды. Түн ортасы аштан аш жаурап жасынап отырған қыздарға қорған болар жан табылғаны оларды қуантып өмірге қайтарғандай болды. Ей қыздар, мына отырыстарың не? Үйлеріңе қайтыңдар, түн ортасында көшеде жүру қауіпті. Үйіміз болса барар едік әпке. Ойбу, үйлерің жоқ па? Бұл жақта тұрмайсыңдар ма? Өмірден опық жесе де ауыздары күймеген қос құрбы бейтаныс әйелге өз өмірлерін жіпке тізгендей баяндап берді. Ендеше менімен бірге менің үйіме жүріңдер. Рас айтасыз ба? Әрине рас. Сендер ақша жинап ауылдарыңа қайтқанша менің үйімде бола тұрыңдар. Қыздар қуана келісіп, өздері мүлдем танымайтын, бұрын соңды көрмеген бөгде әйелдің жетегіне еріп кете берді. Қос құрбы жуынып, бөгде әйел берген киімдерді киіп, тоя тамақтанып, шаршап ұйықтап қалды. Түске таяу оянып, жұмыс іздемек болып сыртқа шығуға дайындық жасап жатты. Бөгде әйел кіріп келіп, хал жағдайларын сұрады. Қыздар, қалай, жақсы демалдыңдар ма? Жүздеріңе қан жүгіріп қалыпты. Иә, сізге көп рахмет, Алла разы болсын. Бір жаққа жиналдыңдар ма? Жұмыс іздеп қайтсақ деп едік. Жұмыс? Қыздар, мен сендерге тамақ, жылы, мамықтай жұмсақ төсек бердім. Судың да сұрауы болады емес пе? Мұның бәрінің өтеуі бар деп ойламайсыңдар ма? Жұмыс тауып істесек ақысын төлейміз. Маған сендердің ақшаларың қажет емес. Олай болса қалай өтеміз? Бізден сізге не қажет? Маған сендер қажетсіңдер. Кәне, менімен бірге жүріңдер. Қос құрбы түк түсіне алмай әлгі әйелдің соңынан еріп жүрді. Ұзыннан ұзақ, әрі 2 метр сайын бір бөлменің есіктері. Қайда, неге бара жатқандарын түсіне алар емес. Соңғы есікке барып тоқталды. Есікті ашқан кезде құрбылардың көздері шаранасына шығып кете жаздады. Міне, мына қыздардың бәріне сендер секілді ішерге аз, төсек орын бергенмін. Бірақ бұл қыздар бұл жерде неге жиналып отыр? Өтемін өтеп отыр. Сонда қалай, түсінбедік. Сания сендерге бәрін түсіндіреді. Сания, кәне, мына қыздарды күтіп ал. Құп болады, ханым. Іштен денесі ірі, бойы ұзын бір қыз шығып, құрбыларды жұлқылай ішке кіргізді. Ей қыз, мұның не? Тез жібер бізді. Әйтпесе не істейсің? Кәне, көрсет өнеріңді. Бұл жалғыз дәу денелі қызға қарай қол көтермек болып еді. Әлгі дәу қыз жалғастың тамағына қысып бондырып өлтіруге сәл қалды. Әлін білмеген әлек деген. Мына қыздардың бәрі менің бұйрығыммен отырып тұрады. Сендер де маған бағынышты боласыңдар. Бағынбасаңдар, сендерге тозақтың азабы қалай боларын көрсетемін. Қос құрбы өздерінің қандай тозаққа тап болғанын түсінгендей болды. Сендердің бұларың не? Ардан безіңдер ме? Әке-шеше, аға, әпке, туған туыстарың жоқ па? Қыз баланың ең қымбат құндылығы ар емес пе? Жанымды алсаң да арыма кір келтірме дейтін ұғымды ұстанатын қазақ қыздары емеспіз бе? Бәріміз мен қазақпын деген үлкен атқа лайықпыз ба? Деген сауал қойып көрекші. Қазақта қыз баласы ұяңда инабатты, сыпайы болған. Ей, қыздар, бұл жер сендерге дәрісхана емес. Үндеріңді өшіріңдер, қазақ деп миды ашытпаңдар. Қазақ жерінде, қазақ елінде қазақ болып туылсаң, бұл атауды сыйламауға хақың жоқ. Біз мұсылман болғандықтан ең алдымен өз арымыз бен намысымызды бек ұстауға тиіспіз. Мұсылман, қазақ деп неге басты ауыртып тұрсыңдар? Сендер де біздей болмасаңдар, бастық бұл жерге сендерді алып келмес еді. Жоқ, сендер мен біздің айырмашылығымыз жер мен көктей. Біз бір рет қана еріксіз түрде арымызды таптауға жол бердік. Бірақ енді басымда шапса да оған жол бермеспін. Арымның жолында жаным садаға кетсін.
Ал сендер өз еріктеріңмен арларыңды таптатып жүрген, кеудесінде жаны жоқ, жай ғана қуыршақсыңдар. Еркеуделерінде жүректерің болса бұлай жүрмес едіңдер. Қыздар дауласып тұрғанда әлгі бүктей әуелмен қоса жас жігіттердің даусы естілді. Әпке, бүгін бізге жап-жас қаймағы алынбаған қыздарды тауып қоямын деп уәде беріп едіңіз. Уәдеңізде тұрдыңыз ба? Інішек, мен қашан сөзімде тұрмап едім. Мінекей олар. Ұлжалғас Гүлданаға қарағанда кішкене еті тірі болатын. Бүктей әйел есікті ашқанға дейін өзімен қоса Гүлдананың жүзін ұзын қолаң шаштарымен бүркеп үлгерді. Өйткені ол бұл дауысты есіне түсірді. Бұл сол күні ұйқы дәрінің күшінде жатқанда арын таптап пәктігінен айырған жігіттердің дауысы болатын. О, міне, нағыз бақыт, фигуралар атта екен. Сіз уәдеде тұрсаңыз, біз де өз міндетімізді атқарайық. Мінекей уәде еткен сума. Ал қыздар, жүріңдер. Байдың ерке балдары қос құрбының қолынан ұстап бөлмеге қарай сүйрей бастады. Гүлдана қарсыласып айқайға сала бастады. Ұлжалғас қолынан қысып белгі беріп түсіндіруге тырысты. Гүлдана да бірдеңе түсінгенде қарсыласуды доғарып, үндемей еріп отырды. Төртеуі бір бөлмеге кірді. Жүзін ашып көздерінен тік қараған қыздарды көргенде ерке жігіттердің зәрелері зәр түбіне кетті. Не болды? Неге соншама қорықтыңдар? Сендер әлгі? Иә, сендер арын таптаған қыздарымыз. Сендердің арқаларында оқудан қуылып, мына бір тозаққа тап болдық. Алла тағала тілеуімізді қабыл етіп, сендерге өз қателіктеріңді түзетуге мүмкіндік беріп, сендерді осында жіберген секілді. Не айтып тұрсың? Ұлжалғас бөлмеде тұрған ішімдіктің бөтелкесін қабырғаға ұрып сындырды. Үлкендеу сынығын алып, абдырап тұрған жігіттердің біреуінің мойнына жармаса кетті. Гүлдана жүгіре қашып Ұлжалғастың артына тығылды. Қимылдаушы болмаңдар, әйтпесе осып жіберемін. Өлсем өліп, қамалмасам қамалып кетейін. Есесіне мына әлем біреу болса да сендей оңбағаннан тазарып қалады. Жібер, жаның тәтті ме? Өлгің келмейді, иә? Ендеше сен екеуің бізді мына жерден алып шығасыңдар. Не? Армандаушы болма. Ендеше соңғы тілегіңді айт. Мына табынып жүрген әпкелерің өзінің артын ашпау үшін сенің өлігіңді көзге көрсетпей құртып, шабулы қазан күйінде қалдырса керекті. Мен ештеңеден қорықпаймын. Жоғалтар ештеңем жоқ. Ұлжалғас жігіттің мойнындағы шиша сынығын одан әрі тақай түсті. Жаны қиналса керек, жігіт көп күттірмей келісімін берді. Жарайды, сендерді алып кетемін, бірақ қалай? Ол оңайлықпен келісе қоймас. Жаңа ғана қалай бізді сатып алсаң, дәл солай тағы сатып ал. Жоқ, ол аз ақша сұрай қоймас. Ол жағы сенің шаруаң, қашып құтыламын деп ойлама. Адамнан жасырсаң да Алла бәрін көріп тұр. Біздерді қайта жүздеріңде Алланың ісі. Өлімнен емес, өлімнен кейінгі өміріңді ойла. Жарайды, қазір сөйлесемін. Сен барып келісіп кел, ал оған дейін мына досың кепілде болсын. Ұлжалғас тұтқындағы жігітті итеріп жіберіп, екіншісіне жармаса кетті. Аңқау ақкөңіл қыздан мұндай қылық шығады деп ешкім ойламаса керек. Жалмауызға да жан керек деген осы болар. Байдың еркетотай жігіті әлгі белгісіз әйелмен сөйлесіп тұр. Екеуінің келісе алмай тұрғаны айдай анық көрініп тұр. Бір кезде әйтеуір жігіт жақсы жаңалықпен оралды. Төртеуі бірге бұл мекеннен алыстап кетті. Міне бұл әрекеттерің жігіт. Қыздың арын таптауға ешкімнің құқығы жоқ. Бұл сендерге сабақ болсын. Сендер әлек жазаларыңды тартасыңдар. Ауылда хабар ошақсыз бізді уайымдап қайғыдан қан жұтып отырған әке-шешеміздің көз жасы, біздің көз жасымыз сендерді жібере қоймас анық. Сендерді қарғыс атсын, Алла жолына салдық. Айтқандай заттарымызды алып бергендерің үшін көп рахмет. Қос құрбы құтылғандарына қуана бірден ауылына жол тарту үшін Ұлжалғас ұялы телефонын сатты. Өздері әлі күнге дейін нағыз құрбы санап жүрген Айданамен қоштасып кеткенді жөн көріп оған жолықты.
бар бастан өткендерін баяндап берді. Айдана да олармен қосыла еңкілдеп жылап алды. Түн ортасы таңның атқанын күткісі келмеген қос құрбы ата-ана туған-туыспен қауышуға асығып таксиге отырды. Көздегендері ауылдағы ағайынға тезірек жетіп, өзгелерге әлгі тозақ мекен жайлы жеткізіп, құлдыққа отырған қыздарды құтқару болатын. Өздерінің шамасы келмесін біліп, өзгелердің көмегіне жүгінгенді жөн көрді. Түн ортасы таксиде жандарын шүберекке түйіп келе жатты. Қаладан шыққан соң көлік бұзылып, жүргізуші оларды басқа көлікке салып жіберді. Бұл екі қыз қорыққандықтан алғашқы таксиге мінгенде Гүлдананың телефоны мен көліктің номерін бұзылып басқа көлікке отырғандарын құрбысы Айданаға қоңырау шалып айтқан болатын. Бірақ екінші көліктің номерін көре алмады. Онсыз да өмірлерін ойран еткені үшін жаны азапталып жүрген Айдана олардың аман-есен өз үйлеріне жетуін Құдайдан тілеп отырды. Гүлданаға хабарласып еді, телефоны сөндірулі. Үрейге бола етілдіріп, жанын қоярға жай таба алар емес. Қайта қоңырау соғып, шатыр сөндірулі телефон қайта қосылмады. Ақымақ адамдай түні бойы ары-бері жүріп, бір көз ілмеді. Араға 2 күн өтіп, қос құрбыны іздеуге бүкіл Алматы кірісті. Полиция қызметкерлері ерікті қаншама жастар. Бір апта өтіп, айдаладан 2 қыздың өлі денесі табылды. 2 қыздың өліміне себепкер болған Айдана есінен алжаса жаздады. Қос құрбыны ең соңғы болып көрген сол болғандықтан тергеуге алынып, шыдай алмай бар шындықты баяндап берді. Сол сәтте-ақ әлгі жердегі жесүкшілер мен олардың жеңгетайы тұтқынға алынды. Байдың ерке балалары әлгі 2 жігіт пен Анель сол күйі жазасыз қалды. Алғашқы отырған таксист жігіт те өзінің кінәсіз екенін, көлігі бұзылып, олар да басқа көлікке мініп кеткенін дәлелдеп жазадан босатылды. Алайда екінші мінген көліктері де, жүргізуші де, өлтірген қанішер де сол күйі табылмады. Сол күннен бері Айдана күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылды. Қыздарын дипломмен күткен ауылдастары табыт пен қос қыздың мәйітін күтіп алды. Кінәлілер мына өмірде жазасыз қалғаннан Алла тағала жазасыз қалдырмасы хақ.